Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ешқандай пешсіз, миксерсіз және сливкисіз дайын болатын сүтті қыздың рецебімен бөліспекшімін. Мен бұл жерде 2 торт дайындаған болатынмын. Сіздерге описание бөліміне бір торттың құрамын жазып қоятын боламын толықтай. Ең алдымен ыдысымызға сгущенка мен жұмыртқаны жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып көрулеріңізге болады менің шыққан видеоларымды. Барлығы бір келкі масса болғанша араластырып алыңыздар, асықпай. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Әдемі бір келкі масса болуы қажет осындай. Енді оның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, қолымызбен қамыр илей бастаймыз. Және де достар, айта кететін жайт, мен қопсытқышты қазір қосып жатырған болатынмын. Негізінде бұны ұнға араластырып, жаңа ұн қосылған кезде бірге қосып жіберу керек. Енді жұмсақ қылып қамырымызды илеп алатын боламыз қолымызбен. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны видеодағыдай әрі-бері жылжыта отырып, ұзынша етіп қамырымызды формасын келтіріп алатын боламыз. Ұзынша етіп дайындап алдық. Енді оны барлығын бірдей етіп бөліп алатын боламыз. Мен бұл жерде 2 торт дайындағандықтан 20 бөлікке бөлген болатынмын. Сіздер бір торттың құрамына 9 немесе 10 бөлікке бөлсеңіздер болады. Барлығы бірдей болуы үшін осылай өлшеп алған болатынмын. Ол міндетті емес, көзбен барлығын бөліп алсаңыздар да жеткілікті. Енді оқтаудың көмегімен жазып алатын боламыз қамырымызды. Енді осындай видеодағыдай домалақ ыдыспен айналасын кесіп алып тастап, барлығын бірдей көлемде кесіп шығамыз. Айналасындағы алып тастап жатырған қамырымызды да барлығын бірге қосып, тағы бір қамыр дайындасаңыздар болады. Енді қызып тұрған табамызға, құрғақ табамызға салып, екі жақ бетін пісіріп алатын боламыз. Мінекей екінші жағы дайын болған кезде бетіне көпіршіктер шыға бастайды. Тестіміздің сол кезде екінші жағы дайын деген белгі. Осылай барлығын қайталап дайындап алатын боламыз. Мінекей менің бір тортымның тестосы дайын болды, қамырлары. Ендігі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймаққа қантымызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Бұл жерде басқа да крем түрлерін таңдасаңыздар болады. Маған өзіме осы ыңғайлы, жеңіл және қолжетімді. Сондықтан да осы тек қаймаққа қантты араластырып жасаған болатынмын. Енді барлығын алма-кезек алдымен тестімізді, одан соң жаңа кремімізді жағып, барлығын қайталап шығатын боламыз. Кремдеріңізді мол қылып жағыңыздар, жұмсартуына жақсы болады. 2-3 қасықтан қоса отырып жағып шығыңыздар. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді оның айналасына да крем жағып, барлығын тегістеп шығатын боламыз, бетінде. Осы қалпында креміміз сынуы үшін 4-5 сағатқа холодильникке қойып алыңыздар. Мен 3 сағатқа қойған болатынмын. Сол да жеткілікті болды. Енді бетіндегі оформлениясына келетін болсақ, өзіңіздің фантазияңыз бойынша жасап шықсаңыздар болады. Мен бұл жерде шоколадты сұйылтып, үстіне құя салған болатынмын. Ас болсын баршаңызға.